әрекетінің бір түрі, адамзат мәдениетінің қазынасы. Олы педагогтар ғалымдар баланы тәрбиелеудегі ойын рөлін жоғары бағалаған. Психологтар мен педагогтар ежелден-ақ ойын мәселесіне өз назарын аударғанымен, тек 19 ғасырдың аяғында ғана арнайы зерттеу пәніне енгізілді. Ойын технологиясы оқу-тәрбие міндеттерін шешуге бағытталған әртүрлі ойындар түрлерін қолданады. Біздің жобамыздың міндеттері: ойын арқылы баланың сөздік қорын дамыту, жаңа сөздерді меңгерту, үйренген сөздерін тиянақтап, анықтап әрі байытып отыру. Бүгінгі күнде мемлекеттік тілді оқыту мәселесі әдістеме ғылымында өзекті мәселелердің біріне айналып отырғаны белгілі. Осыған байланысты туған жаңа бағыттар мен әдіс-тәсілдердің ішінде екінші тілді оқыту барысында әр сабақта ойын технологиясын қолдану тиімді де ұтымды екенін тәжірибе көрсетіп берді. Қазақ тілі сабағындағы көзделген мақсат оқушыларға сабақта үйренген сөздерін ауызекі сөйлеуде, сөйлем құрауды дұрыс қолдана білуге үйрету. Ол үшін сабақта сергіту жаттығуларымен қатар жаңа тақырыпты, жаңа сөздерді меңгерту, өткенді пысықтау мақсатында білімді ойынмен ұштастырып, ойын түрлерін қолдану тиімді. Ойын технологиясы арқылы оқушылар келесі қасиеттерді меңгереді. Оқушылар тек бақылаушы ғана емес, өздері қатыса отырып, қиын мәселелерді өз бетінше шеше білуге үйренеді. Оқу процесінде алған білімді нақты істе қолдана білуге мүмкіндік береді. Оқушы әрекетіне негізделген оқу көлемін басқарады, уақытты үнемдеуге үйретеді. Оқушылар үшін психологиялық жағымды, және де ойын барысында шешім қабылдау оқушылардан аса жауапкершілікті талап етеді. Оқушылар тынышталамыз, оқимыз мәтінді. Апай, біз оқып та жазып та шашып кеттік дегенге манадан бері жазылдық қой, біз дейтін барлығын оқып. Мына қорақтан енді білген ондай ғой. Жақсы, Валентина Николаевна. Қорақтан шыққан ойын ол кері сана ойыны. Яғни кері сана ойынын білесіздер ме, қалай ойналады? Жоқ. Ол үшін мен сендерге қазір 0-ден 10-ға дейін бір санды көрсетем. Және де сол сендерге қандай сан түссе, сендер сол санды керісінше қарай санайтын боласыздар. Мысалы, қазір міне белгілі бір сан түседі, мен кімнің атын атайын, сол керісінше қарай сол санды санайды. Жарай ма? Кеттік. 9, Данагүл. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5, Айгерім. 4, 3, 2, 2, 1. Гүлмира. 2, 1. 5, Толғанай. 5, 4, 3, 2,